Оқушылар, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 4 Adjectives Describing People атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 44. 44-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Сонымен adjectives деген сын есімдер. Бүгін біз сіздермен адамды, яғни describing people, адамдарды сипаттайтын бірнеше сын есімдермен таныс боламыз. Exercise 1. Check the meaning of the adjectives on page 81 of the workbook. Which four words describe appearance? Which are opposites? Яғни бұл жерде сіздерге табуларыңыз қажет. Personality, яғни жеке тұлғаны, appearance оның сыртқы келбетін сипаттайтын осының ішінен 4 сын есімді табуымыз қажет. Қалған сөздердің яғни мағынасы қарама-қарсы сөздермен байланыстыруымыз қажет. Егер де бұл сөздердің аудармасын білмесеңіз, workbookта 81-ші бетте аудармасы бар. Exercise 1. Appearance, яғни сыртқы келбеті. Fair, dark, short, tall. Fair дегеніміз ақ шашты, dark қара шашты, short қысқа, tall ұзын. Next, horrible, қорқынышты, nice жақсы. Young, жас, old, кәрі, friendly, досшыл, unfriendly, досшыл емес. Fair, ақ шашты, dark, қара шашты, short, қысқа, tall, ұзын, noisy, шулы, quiet, тыныш. Next, exercise 2. Choose 2 adjectives for each of the people in photos 1 to 6. Яғни төмендегі 6 кейіпкерді сипаттауымыз қажет. Әр кейіпкерді сипаттау үшін 2 сын есімді таңда дейді. Мысалы, бізде бірінші кейіпкер short and dark, бойы қысқа және де қара шашты. Next, екінші кейіпкерді сипаттаймыз. Old, кәрі және nice, жақсы. The third, friendly and dark, досшыл және де қара шашты. Tall and fair, ұзын бойлы және ақ шашты. Young and noisy, жас және шулы. Quiet and good looking, тыныш және жақсы келбетті деп. Next, exercise 3. Look at the information about the TV program and look at the interviewer's notes. Guess the answers to the questions. Бұл жаттығуда сіздерге тапсырма осы төмендегі берген 9 сұраққа мынау сурет бойынша шамамен жауап беру керек, примерно. For example, the first question, where are they from? Олар қай елден дейді. Біз бұл жерде суреттен қай елден екен таба алмаймыз. How many children have they got? Олардың қанша баласы бар? They have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. They have got 12 children, yes? Next, is the house very quiet? Ол үйлері тыныш па? No, it isn't. No, it isn't. Яғни бұл 12 баласы бар үй тыныш болады деп ойламаймыз. Has Mr. Lewis has a job? Mr. Lewis'тің жұмысы бар ма? Yes, he has. Maybe he is a doctor, yes? Мүмкін ол дәрігер шығар. Have they got any pets? Олардың қандай да бір үй жануары бар ма? Мен суреттен ешқандай жануар көріп тұрған жоқпын. No, they haven't. Have the children got different rooms and beds? Балалардың өздерінің жеке бөлмесі және де төсектері бар ма? Yes, I think they have their own rooms and beds. Next, яғни үйлер олардың үлкен, әрқайсының жеке бөлмесі бар шығар. Is Mr. Lewis from a big family? Mr. Lewis үлкен отбасыдан ба? Yes, he is. How old are the children? Балалар қанша жаста? Maybe the elder sister is 20 years and the little sister is 1 year, yes? Үлкені 20 жаста, кішісі 1 жаста деп ойлаймын. Next, what adjectives describe the children? Қандай төмендегі сын есімдер қай балаларды сипаттайды? Fair hair. Fair дегеніміз яғни ақ шашты. The elder sisters, yes? Үлкен 3 әпкелер
Фея деп айтамыз. Quiet, тыныш деп. Қай баланы айтуға болады? Serious, сабырлы, friendly, досшыл, tall, ұзын. Осы сын-есімдер қай адамдарды сипаттайды? Next, exercise 4. Listen to the program. Which questions from exercise 3 do you hear? Тыңдауды тыңдай отырып, үшінші жаттығудағы қай сұрау сөйлемдерді тыңдай алдыңыз? Соны табу қажет. The second question. How many children have they got? Has Mr. Lewis got a job? Have they got any pets? Have the children got different rooms and beds? How old are the children? Балалар қанша жаста деген осы 5 сұрақты не істесе болады екен. Next, exercise 5. Listen again and write the answers to the questions you hear. Яғни осы тыңдап отырып, яғни мына 5 сұраққа жауап бер дейді. The first question. How many children? They've got 13 children. Оларда 13 бала бар екен. Next. Has Mr. Lewis got a job? Yes, he has. Have they got any pets? No, they haven't. Have the children got different rooms and beds? No, they haven't got different rooms, but they've all got different beds. Yes. Next and last question. How old are the children? The baby is 1 month old and the oldest is 19. Yani шамамен ең жаңағы кішкентайы 1 айлық екен, ал ең үлкені 19 жаста екен. Біз шамамен тауыптық, ес. Exercise 6. Write sentences about people in the box using adjectives from exercise 1. Yani төмендегі кейіпкерлерді бірінші жаттығудағы сын-есімдер пайдаланып сипаттауыңыз қажет. The first, мысалы, бірінші friend, yes? Бірінші досыңыз сипаттайсыз. Мен сіздің досыңыздың қандай екенін білмеймін, сондықтан бұл жерде сөйлем құрастырып бере алмаймын. My friend is friendly and young. Менің досым досшыл және де жас. My mother is dark. Яғни қара шашты болса, қара шашты, фея болса, яғни ашық түсті шашты болса, фея. Яғни егде жастағы болса, old. Жас болса young деген сияқты сөйтіп әркім өзінің жақындары туралы сөйлем құрастырады. Осымен біз 44-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.